Сәлем достар, хай! Ағылшын тілін оңай және тез үйрену каналына қош келдіңіздер. Бүгін нақ осы шақты қолданудың 4 жолын қарастырайық. Алдымен present continuous құраудың алдыңғы сабақта айтып кеткен ең маңызды 2 жолын еске түсіреміз. Яғни ол to be етістігінің көмекшілері am, is, are осы сөйлемде қалай қолданылады және ing жұрнағының қолданылуын есте мықтап сақтауымыз керек. Яғни present continuous нақ осы шақта сөйлем құрастыратын болсақ, осы формаға ерекше назар аударуымыз керек. Яғни subject plus to be plus verb and ing form. Мысалы, she is reading a book. Яғни she subject is auxiliary verb, яғни көмекші етістік, read бастапқы етістік and ing form, яғни ing жұрнағы. She is reading a book. Жай сөйлемде subject, яғни бастауыш, көмекші етістік, одан кейін бастапқы етістік өзінің ing жұрнағымен бірге қолданылады. Бұл енді жай сөйлем. Ал енді сұраулы сөйлемді немен жасаушы едік? Осы is деген көмекші етістік арқылы. Яғни is'ді біз бастауыштың алдына шығару арқылы сұраулы сөйлемді жасаймыз. Is she reading a book? Is she reading a book? Ол кітап оқып жатыр ма қазір? Яғни is she reading a book дегеніміз бұл сұраулы сөйлем. Нақ осы шақтың present continuous'тағы сөйлемді сұраулы сөйлемге айналдырған кезде is'ді біз бастауыштың алдына шығарып жібереміз. Ал енді болымсыз сөйлем жасау үшін көмекші is'дан кейін болымсыз форманың not деген бөлшегін қоя саламыз. She is not reading a book. She is not reading a book. Ол қазір, дәл қазір осы сәтте кітап оқып отырған жоқ. Енді present continuous 4 жағдайда қолданады екен. Бірінші жолы дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіру үшін. Яғни дәл осы сәтте, осы моментте, осы минутта, осы секундта сіз не істеп жатырсыз? Сол іс-әрекетті білдіруіңіз үшін present continuous, яғни нақ осы шақты қолданады. Олар не істеп жатырсыз? We are playing at the moment. We are playing at the moment. Яғни бастауыш, көмекші етістік және бастапқы етістікке ing жалғау қолданып тұр. We are playing at the moment. We are playing at the moment. Біз қазір дәл осы сәтте, осы секундта ойнап жатырмыз. Ал енді сұраулы сөйлем жасау үшін көмекші етістік бастауыштың алдына шығып кетеді. Are we playing at the moment? Are we playing at the moment? Біз ойнап жатырмыз ба? We are not playing at the moment. We are not playing at the moment. Яғни not деп атқанымыз қысқаша aren't. Деген көмекші етістіге not деген болымсыз форманың бөлшегі қосылды. Қысқаша aren't. We aren't playing at the moment. We aren't playing at the moment. Келесі көмекші сөздер. Бұл көмекші сөздер сөйлемнің қай шақта тұрғанын анықтауға көмектеседі. Ол қандай көмекші сөздер екен? Now, қазір. At the moment, дәл қазір. At present, осы уақытта. Right now, дәл қазір. Ал енді біздің екінші жолы осы шақтағы белгілі бір уақытта болып жатқан іс-әрекетті білдіру үшін көмектеседі. Present is learning English. Яғни қазір емес, дәл қазір емес, менің досым, белгілі бір уақытта болып жатқан іс-әрекетті көрсету үшін present continuous'ты қолданып отыр. Яғни my friend is learning English. Яғни дәл осы сәтте оқып отырған жоқ ол. Жалпы осы аптаның ішінде немесе осы айларда менің досым ағылшын тілін үйреніп жүр деп айтсақ мысалы. Соңғы аптаның кезінде немесе осы бір айдың көлемі болып қалды, менің досым ағылшын тілін үйреніп жатыр деген кезде present continuous, яғни нақ осы шақты қолданамыз. Келесі, our football team is playing badly this season. Our football team is playing badly this season. Яғни біздің футбол командамыз осы сезонда өте нашар ойнап жатыр. Яғни ол дәл қазір осы шақта ойнап жатқан жоқ, дәл осы сәтте, осы минутта ойнап жатқан жоқ біздің футбол командамыз. Олар осы соңғы сезонда, осы биылғы, осы белгілі бір уақытта өтіп атқан сезонда ойнап жатыр. Келесі, үшінші жолымыз біреудің қайталап жатқан ұнамсыз мінез құлқына, іс-әрекетіне көңіліміз толмай, оған шағым айтқан сәттерде біз present continuous'ты қолданамыз. Яғни біріншісі дәл осы қазіргі өтіп атқан іс-әрекет болса, екінші жолы ол белгілі бір уақыттағы, осы шақтағы белгілі уақыттағы өтіп атқан іс-әрекет болса, үшіншісі қайталанып жатқан бір іс-әрекеттер
Біреудің ұнамсыз мінез құлықтары. Ол дегеніміз қалай? Мысалы, балалар күнде компьютер ойнайды. Timmy is playing too much of the computer games. It's awful. Timmy is playing too much of the computer games. It's awful. Яғни Тимми күнде, көп күнде деп айтпасақ та, жалпы Тимми компьютер ойын ойнайды. Бұл өте жаман. Timmy is playing too much of the computer games. Келесі, my daughter is sleeping all day long. Менің қызым күні бойы ұйықтайды. Present continuous'ты де қолдана алады екенбіз. My daughter is sleeping all day long. The next is, it is always raining in Almaty. It is always raining in Almaty. Яғни, бізде қазір дәл осы сәтте жаңбыр жауып тұрған жоқ, бірақ соңғы аптаның осы кездерінде үнемі Алматыда жаңбыр жауда. Соған бір қандай да бір ренішпен болсын, немесе жай ғана бір көңіл толмаспен айтатын болса, мысалы шағым айтатын болсақ, осы күнде жаңбыр жауатын болды ғой. Күнде present continuous'ты қолданамыз. It is always raining in Almaty. It is always raining in Almaty. Келесі, төртінші жолы бұл болашақта алдын ала жоспарланған іс-әрекетті білдіру үшін айтады екенбіз. Яғни, сияқты алдын ала жоспарлаған сәттерде present continuous қолданылады. Мысалы, we are going to the concert on Sunday. We are going to the concert on Sunday. Яғни, біз жексенбі күні концертке барайық деп жатырмыз. Сондықтан алдын ала жоспарланып қойған іс-әрекетімізді present continuous арқылы бере алады екенбіз. We are going to the concert on Sunday. Or, немесе, they're going to London on October. They're going to London on October. Яғни олар қыркүйек айында Лондонға барайын деп жатыр. Яғни олар алдын ала жоспарлап қойды, Қазір мысалы жоспарлап жатыр. Біз қыркүйек қалай болады, солай Лондонға кетеміз деп. Алдын ала болашаққа болжам жасап жоспарлаған сәтте біз present continuous'ты қолданамыз. They're going to London on October. Келесі, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Жақын present continuous'тың қолданылуының 4 жолы бар екенін қарастырдық. Мысалы, бірінші жолы дәл қазір болып жатқан іс-әрекетті білдіреді. Екіншісі, осы шақтағы белгілі бір уақытта болып жатқан іс-әрекетті көрсетеді. Белгілі бір уақытта, бірақ осы шақта. Келесі үшінші жолы біреудің қайталап жатқан ұнамсыз мінез құлқына, іс-әрекетіне шағым айтқан кезде present continuous'ты қолданамыз. Төртінші формасы, болашақта алдын ала жоспарланған іс-әрекетті білдіру үшін. Яғни, алдын ала кез келген ісімізді болашақта жасайтын, келесі аптада, келесі айда, келесі жылы жасайтын жоспарланған іс-әрекетімізді present continuous арқылы білдіреміз. Жақсы, келесі, we are watching TV at the moment. We are watching TV at the moment. Қазір теледидар көріп отырмыз. Ал енді осы сөйлемнің бағанағы біздің қарастырған 4 жолымыздың қайсысына жатады? Соны ойланып, астында комментарийға жазып жіберіңіздер.